Аделина! О, Венера, осындасыңдар ма? Аделина, Венера, қалай әдемі естіледі. Неге менің есімді Әйгерім деп қойды? Не болды құлыным? Жабырқаусың ғой? Әлде маған солай көрініп отырма? Әже, Ау құлыным, мен есімді кім қойды? мен қойдым құлыным. Ай керім, айдай керім, сұлу болсын деп, бірінші немерем. Керемет емес пе? Сенің атың біле білген адамға ең керемет есім. Туф, әже, неге заманауи есім қоймадыңыз? Мысалы, Аделина, Венера, Даяна. Толып жатыр емес пе? Ойбой, құлыным, сен білмейді екенсің. Біле білген адамға сенің есімің ең керемет есім. Мен саған бір әңгіме айтып берейін. Атақты ақын Абай атамыздың бір көргеннен ғашық болып, сүйіп алған келіншегінің аты Шүкіман екен. Шүкіманды бір көргенде Абай бірден ғашық болып, оның кең маңдайлы, табиғи әсем даусына, нұр жайнаған қара көздеріне ғашық болған екен. Шүкіманды ауылға келін етіп түсіргенде, бүкіл дүйім жұрт көрікті келбетіне ғана емес, табиғи әсем даусына, әніне тамсанған екен. Шүкіман ән салғанда бүкіл ауыл ұйып тыңдаған екен. Ризашылықтарын білдіріп, әнің керім екен, әй керім екенсің депті тамсанып. Керім сұлу, кербез, әдемі дегенді білдіреді балам. Әже, Шүкіман деген есім қандай мағынаны білдіреді? Шүкір аман сөз тіркесінің қысқаша түрі балам. Рахмет, әже. Жақсы, олай болса балалар, бүгін біз өзіміздің ойымызбен бөлісіп, сабағымызды, сынып сағатымызды көңілді өткіземіз, қызықты өткіземіз деген ойдамын. Кешіріңіз, апай, кіруге болады ма? Әйгерім, сабаққа кешуге болмайды, жақсы ма? Кешіріңіз. Отыра ғой. Балалар, бүгінгі сынып сабағатымызды бастамас бұрын, кеше барлығымыз топпен барып тамашалаған Томирис фильмінен алған әсерлерімізбен бөлісейікші. Кәне, кімде қандай ой бар? Қандай толғаныс қалды? Айта ғой. Әйгілі режиссер Ақан Сатаевтың басшылығымен түсірілген бұл фильм маған өте қатты ұнады, апай. Томирис сақ массагет тайпасының әскерін басқарып, оны парсы патшасы Керден сақтап қалады. Оның ерлігі мұнда тіпті керемет. Жақсы, тағы кім ой бөліскісі келеді, айта ғой. Бұл фильм менің отаныма деген сүйіспеншілігімді оятып, тарихты оқуға құлшынысымды арттырады. Керемет, жақсы, тағы кім ой бөліскісі келеді, тыңдап тұрмыз. Ал мен, апай, осы фильмнен соң ата-анамның маған Томирис деп есім бергеніне қатты қуандым. Керемет, өте жақсы. Тағы да, Әйгерім? Апай, мен өз ойымен бөлсем деп едім. Әрине. Бұл фильм маған да қатты әсер етті. Бойымда мақтаныш кернеді. Бірақ апай, мен өз есімнің тарихын айтсам деп едім. Қызық екен, балалар, тыңдаймыз ба? Тамаша, келе ғой Әйгерім, тақтаға шығып өз ойыңды ерекше қылып айта ғой. Әйгілі ұлы Абай атамыздың бір көргеннен ғашық болған жарының есімі Шүкіман болыпты. Ол ән салғанда бүкіл ауыл құлақ қойып тыңдайды екен. Аңсар-ау, аңсар, ойын қайда кетіп қалды? Аңсар ойланып кеткен екен, Жақсы, отыра ғой, Әйгерім. Жарайсыздар, балалар. Ойларыңызбен бөліскендеріңізге үлкен рахмет. Олай болса, осы тақырыпқа сай келесі сабаққа сіздерге үй жұмысы ретінде әркім өз есімінің мағынасын, қойылу себебін біліп келіңіздер. Жақсы ма? Ал, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.